адам баласының кіндік қаны тамған, жанына, жүрегіне жақын, қимас сезімге бөлейтін алтын ұясы. Оның топырағы да, тауы мен тасы да ыстық болады. Табиғаты керемет, ауасы кең, көгденең жері. Көгденең атты жұмыртқадай ғана сүтте үйіп отырған, береке бірлігі мықты менің туған өлкем. Осы бір мақтан еткен алақандай ауылдан ғалымның да, әншінің де, күйшінің де, спортшының да аты әлемге паш етілген жайы бар. Сондай спортшылардың бірі Станбек Ерсен мектеп қабырғасынан-ақ атағы жер жарды. Қазақ айтады, ынта болса адамда, қиын іс жоқ ғаламда. Мен әлем чемпионы атанған Ерсен ағамның шаңырағында қонақтамын. Ал бұл жердегі 30-ға жоқ медальдар, алғыс хат және дипломдар оның әртүрлі спорт түрлерінен көрсеткен нәтижесі. Ал бұл кубок оның Швецияда армрестлингтен алған кубогы. Бұл оның әлем чемпионы екенінің дәлелі. Әлем чемпионы атанған Ерсен ағамның анасы Жанат апа. Жанат апа, Ерсен ағаның спортқа деген қызығушылығы қай жасынан және қалай басталды? Сол мектепте 5-ші класстан барып, содан өзі спортқа деген ынтасы болып, сол Жансерік ағайы өзінің класс жетекшісі болып, жаңа спорттан сабақ беріп, сол өзі ары бері жетектеп теннис қалып барды. Бірінші спорты теннис етін. Сол теннистен көтеріліп, одан су жүзуіне барды, одан қол күреске барды. Қазір енді қол күрестен несін жаңа орын алып, жақсы жарыстарға қатысып, жүлдемен оралып келіп жатыр. Жанат апа, Ерсен ағам спорттық жарыстарда қандай шет мемлекеттерді бағындырды? Ерсен ең бірінші теннис, стольный теннистан неге барды, Петропавлға барды, Астанаға барды, Ақтөбеге барып, сояқтан жақсы жүлделермен келді. Сөйтіп бәрімізді қуантып, тарбик оқуға түсті. Қазір сол чемпионның несінен, өзінің біліммен, келешекте өзіне жаңа спорт жағынан маман болсам деп әйтеуір сөйтіп армандап жатыр, жақсы қуантып жатыр баламыз. Ерсен ағамыздың бапкері Рысбеков Ескендір еңбек сіңірген спорт шебері, қол күрестен әлем чемпионы, Азия чемпионатының 5 дүркін жеңімпазы. Самарқан қаласында өткен Азия чемпионатында мен Қырғызстан, Өзбекстан, Әзербайжан, Иран, Ауғанстан мемлекетінің спортшыларымен бақ сынастым. Және де жүлделі бірінші орынды иелендім. Бесе Тараздың ғана емес, барша қазақтың, еліміздің намысын қорғап, мерейімізді асқақтатып жүрген көгденеңдік батыр ағамыз Ерсенге ұзақ өмір, қажымас қайрат, мықты денсаулық және алдағы жарыстарға сәттілік пен жеңіс тілейміз.